Сәлем қыздар, егерде сіздер менің арнама алғашқа келіп тұрсаңыздар, менің есімім Шолпан. Мен сіздермен өзімнің азды көпті білген тоқыма жайлы айтамын. Сонымен, біздің алдарымызда мынандай жіптер. Бұл жіп Түркия өнімі, Түркия жібі. Мен бұл жіппен алғашқы рет жұмыс жасап отырмын. Бұл жіптің құрамы 100% акрил, 100 граммында 240 метр бар. 4 және 4,5 сыммен тоқылу ұсынылады. Мінекей өтектегі болады, 40 градус суда жуасыз деген сияқты. Түсі 98-220. Айттым ғой жаңа, бордовый да жаңа, және күрең қызыл түсті. Өте жұмсақ. Содан соң негізінде 4,5 сыммен тоқылу ұсынылады. Мен алып қарадым, өзіме үлгі тоқыдым. Мынау менде сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Мынау менде бірінші тоққаным 3,5 сыммен тоқып көрдім. Мінекей резинканы орташа ұстайды. Мына жерге дейін 3,5 сыммен тоқып көрдім. Кішкене тығыздау болды. Содан ары қарай 4 сыммен тоқып көрдім. 4 сыммен кішкене бостау болды. Бірақ 4,5 сыммен тоқыған жоқпын. 4 сыммен тоққаның өзіне бос болғаннан кейін 4,5 өте асып кетеді. Содан соң мен қолыма, бұл менде жуылды, горизонталды бағытта кептірдім, жай ғана кондиционерге жудым. Маған не ұнамады? Маған ұнамағаны болының түсі шықты, бояуы шықты. Бояуы кәдімгідей қызыл болып шықты. Бұдан мен кішкентай қызыма жемпір тоқуға ұйғардым. 220 метрді құрамы жіптің ұзындығы. Мен бұған 3 жіп алдым. Осы 3 жіп жетеді деп ойлаймын. Мінекей үлгі. Айттым ғой, түсі бояу шығады. Ендеше кеттік. Есебім менің. Мінекей. Көрініп тұрды. 3-4 жастағы балаға жібі, бомбон жібі. Мойынды есептеген кезде қыздар 3 жастағы қыздардың, балалардың да мойындары 26-5 сантиметр. Әркімнің өзінің баласының физиологиясына байланысты. Мен 3-4 жастағы қызға болғаннан кейін, мен навырсетіп жаңағы өсетін болғаннан кейін, 27-5 сантиметрмен тоқуды ұйғардым. Енді мен сіздерге тағы айта кетейін, қалай есептегенімді. 1 сантиметрде 1-2-3 жібім бар. 3 жіп болғандықтан мен есептеген кезде мінекей 3-4 жас болғанда 4 жастағы балаға 27-5 сантиметр, оны 3-ке көбейттім. Менде 1 сантиметрімде 3 шалу барды. Сонда менде шықты 82-де 5. Мен жібімді бастадым. Неше шалумен бастадым? Мен жіпті 83 шалумен бастадым. Бұл менде Magic Loop әдісімен. Мінекей мынау мойны болады. Қазір мінекей мойны резинка әдісімен тоқимыз. Ары қарай міндетте ложный кетлевка болады, жалған кетлевка. Содан соң жоғардан төмен қарай реглан әдісі болады. Оны сіздермен келісеміз. Сонымен мінекей Magic Loop әдісімен 40 сантиметрлік 3,5 сыммен тоқыдым. Мінекей қазір мойын тұсын мен 3,5 сыммен тоқимын. Содан соң түскен кезде, мойыннан төмен түскен кезде, мен 4 сыммен тоқимын. Түсінікті ғой да? Сонымен қыздар кеттік.
Magic Glue әдісі менің каналымда бар, оны сіздерге көрсетпей ақ қояйын. Менде мына сымым 40 сантиметрлік сым. Бұлар өте қымбат емес, 300-500 теңгенің айналасындағы сымдар. Біздің